Баланы сүндеттеу, халқымыздың ғасырлар бойы ұстанып келген осы бір игі дәстүрін бүгінгі дамыған медицинада қуаттап пайдалы екенін алға тартуда. Бұрындары баланы көбіне ауыл молдасы сүндеттейтіні белгілі. Бірақ соңғы кезде хирургиялық әдістерге жүгінетін тұрғындар саны артып жатыр. Дегенмен діни жоралғыны да медициналық тәжірибені де қамти отырып, балаларды сүндетке отырғызуға болады. Қазіргі таңда сүндеттелудің денсаулық тұрғысынан өте пайдалы екендігі медицина тұрғысынан да жан-жақты дәлелденіп жатқаны ақиқат. Сонымен қатар дінімізде де бұл құпталған дәстүр. Осы орайда Келес аудандық орталық мешітінде сүндетке отыр балақай атты акция өтіп жатыр. Аталған шара 2 күнге созылмақ. Бүгіннің өзінде кезекке тұрғандардың саны 100-ге жетіпті. Себебі сүндетке отырғызу үшін ата-аналардан талап етілетін қолақының мөлшері өте аз. Бүгінгі дерлік тегін сүндеттеу әлеуметтік аз қамтылған жанұялар үшін таптырмас жағдай. Келес ауданы Абай ауылында осы жаңадан ашылған мешітте тегін іс-шаралар кел балалар балақайларды отырғызу шаралары жүріп жатыр. Осындай ұстаздарымызға үлкен рахметіні. Барлықтары бір кісіде жабылып балдарымызды сүндетке отырғызып жатырмыз. Жақсыгүл апамыз осы мешітті салып берген Жақсыгүл апамызға көп алғыс. Алланың нұры жаусын барлықтарына. Алла разы болсын. Жақсылық болсын. Бүгін өтіп жатқан акция енді тегін бе екен? Құдай қаласа тегін тегін болып жатыр. Барлығымыз тегін жатқызып кетіп жатырмыз. Өзіңіз қайсы ауылдық округтен келдіңіз? Кімдерді алып келдіңіз? Немерелеріңізді ме? Біз бір тілек ауылы 15 жылдық ауылында тұрамыз. Неберелерімді алып келдім. Сүндетке жатқызып алып кетіп жатырмыз. Алла разы болсын. Сүндетке отырғызу тек мұсылмандық жол емес, оның ер адамның денсаулығына, ертеңгі күні ұрпағының өсіп өнуіне де маңызы зор. Жалпақ тілмен айтқанда, салауатты өмір салтының бір қыры деуге болады. Ал сүндеттелмеген балаларда жыныс мүшесінің басында инфекцияның пайда болу қаупі жоғары екен. Барлық момын мұсылманның сүндеттелуі бұл тазалықтың әрі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүндетін орындаған болып есептеледі. Сол себептен осы сүндетті біз мешітте өткізіп, балдарымызды мешітке тартып, имандылыққа тәрбиелеп, ертең өскен уақытта мен сүндетті осы мешітте сүндеттелгенмін деп айтып жүреді ертең. Осы өскен кезде де осы мешітке келіп көңіл бұрып, Алла қаласа жақсылығын, садақасын осы мешіттерге көмектесіп, осындай бір имандылыққа, жақсылыққа тәрбиелеу мақсатымен балаларымызды осы мешітке сүндеттеуді ұйымдастырдық, Алла нәсіп етсін. Айдарбек Садықовтың айтуынша, оташ мамандардың жасөспірімдерге жасаған сүндеті жеңіл өтуде. Сондықтан балалар арасында ауырсыну, өздерін жайсыз сезіну жағдайлары болып жатқан жоқ. Әлішер ұлы жаңағы Айдар бауырымыз, Қалмұрат ұлы Еркін бауырымыз қазір сүндеттеп жатыр. Біз осы екі бауырымызға біз үлкен рахмет айтамыз. Біз енді өтініш жасап, бір ұйымдастырайық, жаңалық жасайық деп. Ол кісілер өзі арнайы мамандар ғой, Арнайы мамандар Астанада оқып, осы медицина саласының хирургия факультетін бітіріп, тәжірибелері бар, бірнеше балаларды сүндеттеп, өздерінің жаңағы сауапты амалдарын, жақсылықтарын, елге халыққа жеңілдіктерін, уақыттарын бөліп, бізге келіп, өздерінің жаңағы уақыттарын бөліп. Бүгінгі таңда қазір тегін болып жатыр ғой бұл акция. Алла қаласа бұл жерде енді акция тегін деп біз жарияладық, бірақ тегін болғанда бұлардың жаңағы баламыздың тігетін жібі, сосын шприц, укол салатын уколы, соған бір шамамен 2.000, 1.500 шамасында ақша кете деген халыққа түсіндірген едік, олар халық түсініп жатыр. Сонымен қатар балаларды сүндеттеу барысында олардың көңілін басқа жаққа аударып, ауырсынуды сезінбеу үшін PlayStation атты ойын компьютерінде орнатып қойған. Бұл PlayStation'ды алып келіп қою мақсатымыз жас балаларға жеңіл, оңай болады. Сүндеттеу барысында көңілі осы PlayStation'ға алып ойнап күліп отыра береді, және де ешқандай ауырсыну сезімін сезбейді. PlayStation ойнайсың ба? Күліп берейін ба? Балалар, қазір береміз саған. Балалардың көңілін алу мақсатында жасалған іс-шара ғой бұл. Акцияны ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай сүндеттеу іс-шаралары алдағы уақытта да жалғасын табатын болады. Хусейн Хасанұлы, Ережеп Тұрғынбайұлы, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.